Әрқайсымыздың өз арманымыз, тілектеріміз бар. Қарап тұрсақ, армандар мен ұмтылыстар тізімі. Ғаламның бізге әрине өз жоспарлары болуы мүмкін. Алайда біз жеке тілектерімізді жай ғана шетке ысырып тастауымыз керек деген сөз емес. Олар кейде ерекше, кейде қарапайым, кейде аса өршіл, кейде жерге жақын. Олар ыңғайсыз да болуы мүмкін, өте жеке болуы мүмкін, басқалармен бөлісуге келмейтін. Бірақ олар біздіңкі. Және біз үшін олар шынайы, олар бізге қымбат. Олардың терең мағынасы бар және оларды кейінге қалдыруға болмайды. Бүгінгі медитация Садхгурудың ілімдерінен шабыт алынған. Осы медитация әрқайсымызға өміріміздің алхимигі болуға және ескі армандарымызды шынайылыққа айналдыруға күш береді деп үміттенемін. Адам ретінде жасап шыққан барша нәрсеміз ол санамыздың көрінісі ғана. Сондықтан егер бірдеңе жасағыңыз келсе, ең бастысы алдымен оны санаңызда жасаңыз. Санаңызда мықтап орныққан нәрсе міндетті түрде шынайы өмірде көрініс табады.